Роза Мұқанова, Шерменде. Ананы баладан, баланы анадан айырған зарлы жыл еді бұл. Кешегі үрке көшіп, Қытай жеріне қоныс аударған қалың қазақ тағы да бір-бірімен зарлап қоштасып, жоқтау айтып, етегі жасқа толып, атамекенге көш керуен түзеді. Қалың елдің көз жасынан, қара тұяқтың дүмпуінен жер ана қайысып, маңдайына дәуірдің қара жолақ таңбасы түсті. Көш соңында ата-анасын көре алмай, қош десе алмай, нағашылап кеткен жиен қалды. Оқудағы жалғыз қыз қалды. Ағайынды 7 үй болса, нағашылы 2 үй болса, бастарына бас қосып, көштен қалмай қосылып кете берді. Қыр асқан сайын жалтақтап артына қарайлаған болады. Орамалы желбіреп, жалғыз қыздары соңдарынан жүгіріп келе жатқандай көрініп, көш соңынан кейін қалып, түн түнейді, күн күтеді. Бірақ бел асып, көрінген еш жан жоқ. Малдан да, жаннан да айырылып, атамекеніне асық болған қазақы ауыл көш үстінде көз жасына ерік берген. Қасіретке белшеден батып, туғанды қарайламай, соқа басымызды сүйреп, соған жетуді көкседік. Алыстаған сайын ағайынды ойлап жылағанда көкірекке қан құйылды. Не деген жолы ауыр, қиын тағдырда едік. Қасиетті атамекен деп ер азамат күрсінсе, көш қашан халыққа бақыт, анаға мейірім беріп еді. Көш қашан туғанды бір-бірінен айырмап еді деп қарт ана кемсеңдейді. Манадан бері у-шуы басылмай, бірін-бірі сұрап, енді Үрімжі мен Шәуешекте кімдердің қалғанын естіп білген қалың ел тым-тырыс ілбіп келеді, шаршап келеді. Отбасының 4 көзі түгелі іштей қуанып, «Я Алла, тәубе, тәубе» дейді. Бөтен ауылға ұзатылған жас келін ата-анасын, іні-сіңлісін ойлап, қоштаса алмай кеткеніне, көрісе алмағанына өкініп, ұрады. Нар түйенің үстінен ауып кете жаздап, есеңгіреп барып, ес жинайды. 2 көзі боталап, әлсін-әлсін соңына қарайды. Жалғыз ағасы мұны қуып жетіп, тым құрығанда кеудесіне қатты бір құшып, «Құлыным, қош бол, артыңа алаң болма, қарайлама, жүре бер, атамекенге бізден бұрын жете бер. Амандық болса, көрісуге жазса, біз де көп ұзамай соңдарыңнан келеміз. Қош бол, қарғам» деп бір көрінсе керек еді-ау. Көш керуен ұзап барады. Алғашқыдай емес. Енді жұрт көңілін алаң, жанын мұң басқан. Көш керуен қозғалған сайын біреуі ұрып күрсініп, біреуі сыңсып жылап, біреуі жас басқан жанарымен сонау көрінбей қалған қабақтың астына көз салады. Қараңдап ұшып, біреу келе жатқандай, көштің соңында қайта-қайта кідіре береді. Көз ұшындағы елеске алданып, жымиған болады. Жүрегі алып ұшып, қуанған болады. Ырғалып, тау етегінен жоғары дөңеске өрлеп, көш үзік-үзік болып, бірінің соңынан бірі іркілмей, баяу қозғалады. Үнсіз қалған көштің тыныштығын бұзып, бесіктегі сәби іңгәлайды. Оны қостап, тағы бірі шығады. Ер азаматтың көңіл түкпірінде тағы бір алаң бар. Онысы дүние мүліктің бәрін тастап, аздаған тұяқты алып шығып еді. Осынша жер шаршап, шалдығып келе жатқанда, шекарадан бас салып тонап, мал жанды алып қалама. Қытайдың қазақтарды тонап, малын талан-таражға салған талай саясатының бір заңын сылтау қылып салық алатыны бар. Сөйтіп жүре ме? Көш басы ұзақ күннен бері шаршаған бала-шаға мен қатын-қалашты болдырып қалған кәрі түйе мен атанды сәл босатып, түнді бетке ала кәрі жартастың түбінен орын алды. Аштық қысып, баяғыда атамекеннен дүркіреп көшіп, Қытайға қарай жөңкілген қазақтардың ішіндегі бозбала жігіт бұл күнде ел ағасы атанып,
ескінің көзі болған сәт. Оның жанарының түкпірінен ізгі бір қуаныш оты жылтырайды. Келместей, енді атамекенге оралмастай, сүйгені қалып, өзі әке-шеше билігімен кете берген бұл туған елге бір табан жақындаған сайын бойы сергіп, біртүрлі жеңілденіп, іштей қуанып, еліріп келеді. Көш үстіндегі ақ көңіл шал да сақалын сипап, әріден әңгіме бастағысы бар. Шаршағандар тыңдамай, озыңқырап кетуге тырысса, одан әрі қаттырақ дауыстап, сампылдап сөйлейді. Кәрінің мұнысына бәйбішесінің ашуы қысып, булығып, аларып қарап, қабақ шытады. Тентек шал одан сайын кемпірінің қитығына тиісе түскісі келіп, ерігіп барады. Көшпен бірге еріп келе жатқан әр үйдің бой жеткені, боз баласы, бірінен бірі ұялып, қызарақтап, төменге көз салады. Үлкендерден қымсынып, бөтен қылық жасауға тыйылып, өздерімен өздері болып келеді. Құлан иектеніп атқан боз таңда, сол түстікті бетке алған көш керуен мұншақтай тізіліп, көз ұшында жылжып барады, ұзап барады. Меңіреу далаға әлгіндегі шулы көш мереке әкелгендей-ақ еніп еді. Енді, міне, жиырылып, соңдарында иен дала шаңы аспанға көтеріліп қалып барады. Жер қайыстырған бұл керуен енді Қытай жеріне қайтып оралмастай жөңкіліп, ұзап барады. Іштей, өздерінен өздері қуанышын жасырып, ата жұртпен қауышуға ынтығып келеді. Әттең, дүние-ай, бір ғана өзекті өртеп, жаныңды шырқыратып, сыздататына, соңында қалып бара жатқан ата-ана, бауыр іні, апа қарындас. Көш жүрерде кездесе алмай, алыстағы ағайынмен қоштаса алмай, иекте отырған тұтас бір ауыл дүркіреп, көшіп кетер деп кім ойлаған? Соңдарына көз салып, әбден үміттері үзілген бұл үлкен көш, шекарадағы өзеннің бойына келгенде ғана аттан, түйеден түсіп, өзеннің жып-жылы, жұп-жұмсақ суымен беттерін жуып, шаршаған денелеріне су басты. Күн қызарып, жер дүниені өрт шалғандай қызыл нұрға бөлеп тастапты. Көшке ерген қалың жұрт сол батып бара жатқан қып-қызыл нұрға көз салды. Бесіндегі күн денесі жерге сіңіп кеткендей жартылай ғана алыстан көрінеді. Үрімжідегі абыр-сабыр болған қазақтардан ешкім ештеңе сұрап үлгере алмады. Сөзге сараңсып, дұрыс жауап беретіндері де жоқ. Екі сөздерінің бірі шәуешектегі отырған қазақ ауылы түгел, тұтасымен атамекенге көшіп жатыр, дейді. Рұқсат беріліп, советтің басшысы келісіпті, дейді. Содан қаладағы балаларын да күте-күте зарығып, ел жұрттан қалатын болғансын, соңына да қарайламай жөңкіліп жатыр, дейді. Құлақтарына осы сөз тие салысымен, Үрімжі қаласында оқуда жүрген қыз-жігіттер сеңдей соғылысып, әрі-сәрі шәуешекке баратын көлік іздеді. Қарақұрым қаптаған қалың ел бірін-бірі тыңдап болмайды. Бірінің сөзін бірі естіп болмайды. Шәуешекке дейін жетуге асық өңкей жалбарынған, жалынған, жәрдем сұраған жас қазақтар. Бір-екі күнде қалаға қаңқу сөзде тарап үлгерді. Қай сөздің рас, қай сөздің жалған екенін түсіну де қиын. Бірақ қаладағылардың аузында Үрімжіден шәуешекке ешкімді жібермейтін болыпты. Қаланың сыртына шығуға рұқсат қағазсыз бір адамды да аттап бастыртпайды, дейді. Себебі шәуешектегілер түгел кетіпті, ауыл қаңырап бос қалыпты. Бәрібір енді онда ешкімде жоқ деген сөздер жастардың миына инедей қадалды. Қаралы күн әп-сәтте оқудағы қазақ жастарының жон етін тіліп түсті. Жас көңілге мұң орнап, қасіретке ұласты. Сол күні естімей қалғыр қу құлағы естіген әлгі сұмдықты сезген түнақ мағи қыз
желең қалпы жатақханадан жүгіріп сыртқа шыққан. Сол бойы қала шетіндегі қара жолдың бойынан бір көлікті зорға ұстап, аптығып ауылға жеткен. Алыстан көрінген үйінің төбесін көңіліне медет етіп жүгіріп келеді, жылап келеді. Іштей самауырынан алып есік алдында апам байғұс күйбеңдеп жүруші еді. Неге көрінбейді? Неғып көрінбейді? Деп денесі қалшылдап, тізелері дірілдеп сүріне берді. Бұлар мені үйде күтіп, асығып отырау. Тегі буынып түйініп, жиналып бола алмай жатқан шығар, деген үмітпен Мағи киіз үйдің есігіне қолын созды. Жапанда қалған жалғыз үйлердің арасынан Мағидың апалап аңыраған даусы жер жаһанды дір еткізді. Иесіз қалған киіз үйлердің беліне қызыл бояумен крест қойып тастаған белгіні көрген сайын Мағи ышқына жылады. Мағаш, Мағатай, Мағи сәруар, құлыным, жылама, жылама, қайтеміз. Әлі де бір үміт саңлауы бар шығар, күйзелмеші. Мағи өксігін әрең тыйып, өзін құшақтаған адамға алаңдап қарады. Зейнеп мұғалімі екен. Мағи енді осыдан пана сұрағандай жасын тыймастан сөйлей берді. Мұғалім, мен жалғыз қалдым ғой. Мені тастап, бәрі кетіп қалыпты. Мен жалғыз қалдым. Менің ешкімім де жоқ енді. Егі дір-дір етіп, киіз үйдің керегесіне басын сүйеді. Әлсіреп көзін жұмды. Кім жалғыз қалмады дейсің? Бәрі көшіп кетіпті. Туған туыс, түгел, түп-түгел тайлы тұяғымен, деп мұғалімі Мағи сәруардың иығынан қаттырақ қысып, бас салып жыладай келіп. Екеуі де көрісіп, әбден әлсіреді. Мұғалімнің иығына басын сүйіп, ұзақ өксіген сайын Мағидың басы мең-зең болып мәңгіріп қалды. Мұғалім деп Мағи кішілік білдіргенмен, Зейнеп өзінен 5 жас ересек еді. Екеуі де бүрісіп, бірінің бауырына бірі тығылып, бір-біріне пана болып, шәуешектің жетім түнін қарсы алған. Қызыл крестпен белгіленген үйлердің бәрі Советке көшіп кеткен. Сондықтан иесіз үйге кіруге рұқсат жоқ деген тәртіп орнағаннан бері Мағи да Зейнеп те өз үйлеріне ене алмаған. Тек күндер өтіп, бұл да осы үйдің мүшесінің бірі деген рұқсат қағазды қолына алғанда ғана өз үйіне кіруге жараған. Есікті ашып қалған сәтте Мағидың бала жүрегі елжіреп, қара көздері жасқа толып тұрып қалды. Алғашқыдай жылай да алмады. Тамағына тас тұрғандай жұтынайын десе жұтына алмай қиналып, жүрегі құрғыр төменге қарай тартып, ес ақылын алып барады. Бүкіл дүние сол қалпында бұлжылмастан тұр. Тек әке-шешесі, бауырлары жоқ. Жоқ деп айтуға көңілі сенбейді. Осы үйге сырттан топырлап, бәрі гуілдесіп, жетіп келетіндей, еңіреп, жер жастанып отыра кетті. Мені кімге тастап кеттіңдер? Неге мені қалдырып кеттіңдер? Кімге сеніп тастадыңдар? Оқымай қалғыр оқуға несіне кетіп едім? Мағи еңбектеп барып, ескі кебеженің сирағын бас салып құшақтай алды. Шешесі осы кебежені күніне неше рет ашып жауып, дәмді тағамдарын алып салып жүруші еді. Көзіне оттай басылған қу ағаш кебежені бас салып құшақтап, апасын құшақтағандай еңіреп қоя берді. Киіз үйдің есігі ашық қалыпты. Салқын жел ызғар шашады. Қыз солып, жүдеп қалғанын сезді. Киініп далаға шықты. Тас қараңғы түнге көзі үйрене алмай, есік алдында біраз кідіріп тұрды да, түн құшағына еніп кетті. Қайда бара жатқанын, кімге бара жатқанын білмейді. Әйтеуір, кері қайтпасы белгілі. Сыбдырлаған дыбыс естілгендей болып, кім бар мұнда? Деп еді, ешкім үндемеді. Тым-тырыс қалды. Сосын есіне әкесінің сөзі түсті. Қалың қамыстың арасымен жүрме,
жүрсең жолмен жүр. Үйісқан жаман қамыстың ішінде не кездеспейді дейсің? Мағи селк етіп, балғын денесі қалшылдап кетті. Мен сонда қалың қамыстың маңына жетіп қалғанмын ба? Бала қыз жалма жан кері қарай бұрылып, қаша жөнелді. Тастай қараңғы түн осыншама суық, осыншама қараңғы болар ма? Жүгірген сайын жын шайтан, албастының бәрі жабылып, бір өзін қуып келе жатқандай. Мағи қыз өмірінде бірінші рет қасірет шегіп, үлкендерше ахлап, бешпетінің түймесін ағытты. Қап-қараңғы қапас түннің арасынан шашын жайып, тағдыр атты албасты, мұң мен шердің, жарасы жазылмас дерттің таңбасын жас қыздың әжімі жоқ әппақ маңдайына басты. Қыз жаны шыр-шыр етіп, торға түскен торғайдай қанатын сермеді. Ата-анасы ілескен көш соңына көзіне қан толып, көш керуен осылай кетті деген қара жолға қамығып, зарығып, ұзақ қарайды. Сол баяғы иректеліп, тізбектеліп, кетіп бара жатқан көштің кері қайтуын, шәуешекке қайта оралуын қыз сыбырлап, тәңірден мың тілейді. Бұрынғы шат-шадыман сәби күлкі, ерке қылық қыз бойынан адасып қалған. Мұң басқан биік қабақ анда-санда ғана бір көтеріліп, сәлден соң қайта жиырылып, жанары жер тірейді. Өзегін ашытып, жас жанын жегідей жеп, тағдырының жалмауыз құрты жалмап жатыр. Жалғыз қалғалы, басына қара жаулық салып, ұшы-қиыры жоқ түпсіз бір оймен отыратынды шығарды. Қап-қара мойылдай көздің астына сұрықсыз қара көлеңке түсті. Сол көлеңке Мағашты тым есейтіп жіберді. Шалқасынан құлап, сұлу ай иіліп түн қойнында жатыр. Түннің мұңы мен сырын естіп, біліп, қанық болып жатыр. Оған беймәлім мынау қара жолдың жиегімен түнде ғана жүріп, тозып келе жатқан үшеу. Осы үшеуге түн көрпесін лақтырып тастап, ай жарықтық қайта-қайта алаңдап келеді. Тіпті өзі осы үшеуін шәушектен ертіп шығып, атамекенге жол сілтеп келе жатқандай көрінеді. Үшеуінің де артынан қалмай, тау асса тау асып, су кешсе су кешісіп жылжып келеді. Аяқтарынан әбден тозып, қарындары ашып, алыс жолдың әлегі шаршатқан үшеуге жарық сәулесімен ғана жәрдем беріп, алыстан мұңаяды. Түн қойнауын тілгілеп, өзегін өртеген ащы жаспен алысып келе жатқан мына үшеуге табысқанға жазсын, ата-аналарыңмен қауышқанға жазсын деп тілек айтқандай болады. Жер мен көк осылай үндескен сәтте түн сорлы ахлап күрсінеді. Шәуешектен ұзап шығып бара жатқанда іштей қорқып, жүрексініп, жете аламыз ба, жоқ па деп күдіктеніп еді. Бірнеше күнге созылған түн жолы бұларды ширатқан тәрізді. Үшеуі де бала болса да бастарын өлім мен өмірдің біріне тігіп, көшпен кеткен әке-шешесінің соңынан жол салған. Екеуі ағайынды Бекен мен Секен де, үшіншісі Мағи Сәруар. Жастары да 13-14 шамалас. Жолдың ауырлығы мен алыстығын балалық зеректілікке жеңдірді ме, бұлар қалжырап, шаршағанымен түннің бір уағында электр шамдары жарқыраған жап-жарық бір жерге келді. Мағи анау екеуінен бір аттам жер қалмауға тырысып, соңдарынан көз жазбай еріп келе жатқан. Енді үшеуі де тым-тырыс қалып, жан-жаққа құлақ түрді. Біреулер сөйлейтін сияқты, бірақ алыстан естіледі. Бекен Мағи мен Секенді отырғызып, қазір келемін, деді. Содан бір ұзақ уақыттан кейін терлеп тепшіп келіп, мына жерден түн жамылып өтіп кетпесек, ұсталып қаламыз. Күндіз өте алмаймыз. Жүруге жарайсыңдар ма, қалайсыңдар, деді сыбырлап. Жараймыз. Мағи сенше? Жараймын. Ал, онда бісміллә, деп Бекен еңкейіп,
жол бастады да екеуі соңынан ерді. Сол еңбектеген бойы алға қарай ілбіп, ұзақ жүрген болулары керек. Алақандары шыдатпай, дуылдап, ашыған сәтте бастарын көтерді. Шақырайған жап-жарық самаладай шамдар сонау алыста қалған екен. Таң қылаң беріп ағарып келеді. Үшеуі иен далада қалған зираттың жанына келді де, біраз тұрып, сонда бас сұқты. Жығыла сүріне кірген беттерінде ұйықтап кетіпті. Алғашында қайда жатқаны есіне түспей, есеңгіреп жатып, көзін ашқанда Бекеннің сырттан кіріп келе жатқанын көрді. Не, әлі ұзақ жүреміз бе? Білмеймін. Түнде шекарадан өткен сияқтымыз осы. Оны қайдан білдің? Алдымызда кездескендердің бәрінің дауысы қытайлардікі емес пе еді? Ал түндегілердікі басқаша. Қытайша да, қазақша да емес. Бекен анау екеуінен сөз күтіп отыр. Бір уақытта Мағи, онда біз басқа бір елге өтіп кеткен шығармыз, деді. Үшеуі де үнсіз отырып қалды. Анда-санда жерден көздерін алып, бір-біріне бажырайып қарап қояды. Не, тағы да түнді күтіп отырамыз ба? Әлде жүре береміз бе? Жүруіміз керек. Орындарынан әзер көтеріліп, үшеуі де далаға шықты. Үшеуі де ашығып, әрең келеді. Бірақ жол жөнекей тамақтары таусылғаннан бері үшеуі де қарнымыз ашты деген сөзді тістерінен шығармады. Түн ішінде сүйретіліп бір ауылға келгендерін сезді. Әр жерден ауыл иттері самарқау үріп, кәук-кәук етеді. Бұлар ауыл ішіне кіріп үлгермеді. Жеткен жерлері ауылдың ең шеті болды. Күннің ыстығынан болса керек, үшеуі де биік етіп жиналған шөптің етегінен терлеп тепшіп оянды. Уайымның бәрі артта қалып, көңілдері сергіп сала берді. Ана кісіні қара, деді Мағи, биік қабағын жоғары көтеріп. Жүріңдер, жақын барайық, қазақ қой деймін. Үшеуі малға шөп салып жатқан ер адамға жақынырақ келді. Жаңағы қазақ үшеуіне күлімсірей қарады. Ия, қайдан жүрсіңдер? Әңгіме айтыңдар, кімнің баласы боласыңдар? Үшеуі ана кісіге қуана жауап берді. Біз әке-шешемізді іздеп жүрміз. Әке-шешелерің қайда еді? Мақаншы деген жерде туыстарымыз бар, дейтін. Сонда болулары керек. Мақаншы деген жерің осы. Мақаншының қай жерінде? Білмейміз. Әкелеріңнің аты кім? Қален. Қален? Білмейді екенмін, естімеппін. Осы маңайда Қытайдан көшіп келіп жатқандар көп қой. Іздесеңдер тауып та аларсыңдар. Мағи мына адамнан үмітін үзбей, аға, деді. Зейнолла деген кісіні естуіңіз бар ма? Зейнолла? Аты таныс сияқты. Аты таныс болса, осында болғаны. Осында. Табылды. Табылды. Үшеуі тағы да жүгіре жөнелді. Кеуделерінде қуаныш, көздерінде жас. Әйтеуір келдік-ау, жеттік-ау, деп алдарынан кездескен жұртқа мәз болып, әкелерін сұрастыра берді. Мағи, Секен екеуің осы жерде демалып, сәл тынығып алыңдар. Әбден шаршаған боларсыңдар. Мен туыстарды іздеп біраз жүріп келейін. Тапсам, өздеріңді ертіп кетемін. Бекеннің сөзіне бұлар бас шұлғысып қала берді. Екеуінің көздері ілініп кеткен екен. Әлде біреулердің сөйлеген сөздерінен селк етіп оянып кетті. Ат үстінде тұрған шалды көріп, бастарын жұлып алысты. Оу, менің жұмысымды тындырғандай неғып жатырсыңдар? Кімсіңдер? Қазір ағамыз келеді, соны күтіп жатып ұйықтап кетіппіз. Қазір кетеміз. Ағаларыңды қайда жіберіп едіңдер? Туыстарды іздеп кетті. Туыстарды? Ол қандай туыс? Мынаның мүжіп сұрай бергеніне екі бала алма кезек жауап беріп айтып жатыр. Балалардың үстіндегі көк матадан, қытайша үлгімен тігілген киімдерінен шал көзін алмай, әй, сендер Қытайдан қашып шықтыңдар-ау, осы. Екі бала үнсіз қалды. Жоқ, сендер қорықпаңдар. Қарындарың да әбден ашқан шығар,
Мына қыздың әбден шаршағаны көрініп тұр. Екі бала бастарын шұлғысты. Осы жерден тапжылмай отыра тұрыңдар. Мен әкелеріңді сұрастырып, іздестіріп көрейін. Мағи мен Секен елеңдесіп, қуанып қалды. Әлгі ағаларың келсе, мені күтсін, айтыңдар. Бірақ ешқайда кетуші болмаңдар. Атты адам тебініп жүріп кетті. Бала жүрек бұлқынып, бір бәлені сезді дейсіз бе? Аңқау еліктей елеңдеп, атты кісіні ұзақ күтті. Бекенді іздеп келейін, деп Секеннің кеткені сол еді. Сонау жақтан бір машина дәл осы Мағи жатқан үлкен шөпті бетке алып ұшып келе жатты. Бұл да жалма-жан атып тұрып, көкем ғой, көкем шығар деген оймен мая шөптің етегінде селтейіп тұрып қалды. Машинадан екі орыстың, бір қытайдың түскенін көрді. Осы үшеуін бастап ертіп келе жатқан жаңаға қазақ ағасын көрді. Қане бері жақында деген сұсты дауыс орыстың да емес, қазақтың да емес, Қытайдың дауысы болатын. Ойпыр-ай, деді Мағи жүрегі солқ етіп. Сіз көкемді іздестірем деп, Мағидың сөзін қазақ құлағына да ілмеді. Жаныңдағың қайда? Кетпеңдер деп айттым емес пе? Деді зілденіп. Тағы екі ұл бала бар еді, қашып үлгеріпті. Енді мынадан да көз жазып қалмайық. Соңғы сөзінде Мағидың құлағы шыңылдап кетті. Сипақтап, электр бағанасын айнала берді. Анау қазақ ағасы, мұндайлар осылай Қытайдан қашып, енді келе береді. Жолды тыймаса болмайды. Бұларды кім асырайды? Ендігілерін тура осы келген жолымен кері қайтару керек, деп сұқ саусағын шошайтып, жерге шырт-шырт түкіріп ақыл айтады. Аса қауіпті жауды қолға түсіргендей терлеп тепшіп тұр. Мағи жансыз сидиған электр бағанасын қатты қысып ұстап алып, иегімен қу ағашты сүйкей берді. Менің әкем де, шешем де осында. Қытайда ешбір туысым жоқ. Бәрі осы жаққа көшіп кеткен. Мен солар үшін келдім емес пе? Әй, сен немене деп мыңқылдап тұрсың өзі? Отыр машинаға. Мұнда ешкіміңде жоқ. Бос сөйлеме. Мына өкімет адамдары сені өз еліңе аман есен апарып салады. Өзің қыз бала екенсің. Сонша жер жаяу жүріп қалай тірі келгенсің? Тірі келмесем жолда өлер едім. Тірі келдім екен, енді ешқайда да бармаймын. Мағи қазаққа тесіле қарады. Жасы үлкен қазақ адамы ғой деп сеніп едім. Мені Құдай тас төбеден ұрған екен ғой. Сен менің көзімді бақырайтып қойып, алдап, кешке дейін күттіріп, жамандық жасайтындай не жазып едім? Өй, сен қыз, сарнама. Әйтпесе аяғыңды аспаннан бірақ келтіремін. Аяғымды аспаннан келтіргенің осы емес пе? Мағи жерге етпетінен түсіп, құшағымен қара жерді бауырына алып, еңіреді бір. Денесі дір-дір етіп, жиырылып, жауырны селкілдеп, ашынып жылады. Кетпеймін ешқайда. Әке шешемді бір көріп барып, бірақ кетемін. Менде нелерің бар? Мен өз үйімді іздеп келдім. Жас оранған жанарымен соңына қарайлай берді. Ағайынды Бекен де, Секен де көрінбейді. Жан дүниесі тас талқан болып, жігеріне құм құйылып, үнсіз қалды. Ішінен, айттым ғой сендерге, мені жалғыз тастамаңдар деп, жалындым ғой сендерге, деп қайталай берді. Екі қолын артқа салып, кісендеп жатқанда есінен танып кетіпті. Енді бір сәт есін жиғанда, неге Секендермен бірге мен де тұрып кетпедім? Үйме жеткендей шөптің үстіне несіне қонақтап алып едім? Бейтаныс адамға несіне сене қалып едім? Өзім кінәлімін. Бар кесапат өзімнен. Өзім істедім. Өзімді өзім сорлаттым. Осынша қиналып, әрең жеткенде үмітім күл болып, өкініште қалдым-ау, Құдай-ау.
тәтемді бір көріп кетсем де армансыз едім-ау. Мына уым өзіме де, оларға да бір қасірет болды ғой, деп Мағи еңіреп келеді. Жетім ботадай боздап келеді. Көзінен бұршақтап дөңгелей түскен ірі-ірі жастар тырс-тырстамады. Баланың көкірегі кекке толы, кейде ызаға булығып, қалшылдап кетеді. Бірақ бәрі алыста. Адам айтса сенгісіз, осынша жерді жаяу жүріп, табанынан таусылып, әрең тигенде, желкесінен алып, сонау өзі кеткен, тастап кеткен, қашып шыққан қу далаға, мүсәпір далаға Мағиды қайта оралтып әкеле жатыр. Бала жүректі қан жылатып, еш санаспай, тіпті сөйлеспей ұшырып келеді. Самұрық құстың аузындағы жемтіктей, бұл байқұс жан ұшырып жұлқынады. Бірақ жонынан тастай қатып тістеген мыналар айрылар емес, жіберер де емес. Қарғамау, құлыным-ау, дүниені кезіп жүріп жетсең де көріспеуге жазғаны ма? Сені тастап кеткенше, далада қалғыр сол көшке неғып қосылдым десеңші. Жамал күндіз де, түнде де зарлап, жылаумен болды. Алғашқыда сөйлеп жылайтын еді. Енді үнсіз, көз жасын бұлап, төсек тартып, жатып алатынды шығарды. Қасіреттің үлкені Мағи Сәруәрдің мақаншыға келіп тұрып, ұсталып кеткені болды. Қой енді, жылағаннан не ұтамыз? Үйдегі балаларды да ойла, есін шығарма. Әке шешесі осында екенін білсе, Қытай өкіметі жетім баланы қайтсын, өздері-ақ жіберер. Келіп тұрған баланы қайта алып кеткен ол өкімет жібереді дегенге кім сенеді? Онан да бірдеңесін қылмайсың ба? Неге отыра бересің? Әйтпесе өзім кетемін. Өзі құсап жаяу жүрсем де, құлынымды бауырыма басып, бір иіскеп барып өлейін. Есік сарт етіп қатты жабылып, Зейнолла үйден шықты. Далаға шыққаны сол еді, көз алдына Мағашы елестеді. Аға, деп бала болса да, қабағымды аңдып отырушы еді, құлыншағым-ау. Зейнолланың иегі кемсеңдеп, басындағы құлақшынын қолына алды. Кеше Қытайдан аман есен келген екі баланың аузындағы сөзін ести сала, туған туыстар Зейнолланың үйіне жапа тармағай жүгірісіп, сүйінші сұрағанда, өзі де кемсеңдеп, қуаныштан есі шығып, жылап жіберген. Адасып жүрген соң милицияда екен, деген сөзді ести сала, жүрегі кеудесіне сыймай, сонда жеткен. Мағи Сәруәр, Мағи Сәруәр деген 14 жасар қазақ қызының шекарадан қашып өткені рас болғандықтан, рұқсатсыз келгенін мойындағандықтан, осыдан 4 сағат бұрын еліне жібердік. Қалай? Сонда кері қайтардыңдар ма? Зейнолланың көздері шатынап, айғайлап жіберді де, еңкілдеп келіп, отыра кетті. 4 сағат дейсің, 4 сағат бұрын. Не деді? Бірдеңе демеді ме? Мен әкесі едім, мені қойшы. Шешесі сорлы өлетін болды ғой. Малақайымен көз жасын сүртіп, милиционер жігітке қарады. Қарағым-ай, шешем осында деп айтпады ғой дейсің бе? Айтқан шығар. Айтып тұрып жылаған шығар. Мақаншының өзінде отырған ата-анасының өзіне табыстаудан Қытайға жіберу жақын болған ба? Сонда тым болмағанда қазақтың баласы ғой, деп адамгершілік жасап, қолымызға тапсырсаң, Қытайдан алған алғысыңның 100-ін менен де алар едің ғой. Зейнолла не сөйлеп, не айтқанын білмей, жаңағы отырған орнынан әрең тұрып шығып кетті. Бірақ 2 көйлектік мата мен 3 тас шайға бола, қарауыл шалдың жансыз болып, ел арасында жүргенін сезбеді. Баланы баладай, үлкенді үлкендей ұстатып жіберіп, хабарлай салатынын жан адамда сезбеген. Әйтеуір айналсоқтап, сол жақта көп жүретінін ғана аңғарып, жұрт қарауылдығына жорып қоя салатын.
сол қарауыл шал Мағидың тағдырын да мата мен тас шайға айырбастай салған. Сұп-суық жерді бауырына алып, ет бетінен жылап жатқан Мағиды көргенде, шашы жоқ төбесінен тер шып-шып шығып, қышытып, сонысын тырналап қасый берген. Баланың отты жанарына көзі түскен сайын, жылмаң-жылмаң етіп, ертіп келе жатқан адамдарының біресе алдына, біресе артына түсіп кетеді. Соларды қорған тұтып, қаршадай қыздың қаһарынан бір түрлі именіп, бүгежіктеп қалады. Көз алдынан ғайып болып, жылдар бойы баласынан тірідей айырылған ана кеңсірігі қаңсып, аңсап, үміттеніп, күн сайын жанары талып, жол жиегіне көз салса, ата-анаға деген іштегі өкпеден құса болып, хабар күткен тірі жетім де әке-шешесінің жылы бауырын іздеп, ұйқысыз жәутең қағады. Баланы анадан, әкені баладан тірідей адастырып қояды деп кім ойлаған? Сәби жүрегіңе ер жетпей жатып, жара салып қойдым ба, Мағитайым? Тағдырдың жазғаны деп жазғырдың ба сол түні? Әлде әкемнің қаталдығы деп кінә арттың ба құлыным? Тірі жүрсең, аман болсаң, жүздесерміз, кездесерміз. Бірақ қай күні, қандай жағдайда кездесерімізді бір Құдайдың өзі біледі. Зейнолла ұзақ жаяу жүргенін енді аңғарды. Алқынып барып, жол шетіне тізе бүкті. Туған үйіңе келіп тұрып, жетіп тұрып, адастырған қай Құдай сені? Өкініп кеттің-ау бұл жолы. Өкініп, өксіп кеттің-ау. Сенің келе жатқаныңды сезсем, түн жамылсам да, жол үстінен күтіп алмас бедім. Дәмі құрғыр тартпады дегені осы ма? Сені кері қайтаратындай, ата-анаңнан айыратындай кінәң не? Қаны қатқыр не деген опасыз, қансыз жандар еді. Шырылдаған сені қалай ғана қиып, оп-оңай жат қолына тапсыра салды десейші. Зейнолла ой үстінде отырып, жердегі майда шөптерді жапа-тармағай жұла беріпті. Кенет орнынан жылдам тұрды да, әлгі Мағи саруармен келген балаларды іздеді. Мағиды көргендей, мауқымды бір басайыншы. Қарғаларым-ай, торғайдай тозып, әрең жетті дегенде, Мағидан айырылып қалдық қой. Зейнолла есікті зорға ашып, төрде отырған екі балаға ұмтыла берді. Екеуін де құшақтап, бауырына салып, теңселіп тұрып қалды. Іші бауыры елжіреп, өртеніп барады. Бекен мен Секенге кезек-кезек қарап, Мағиды неге жалғыз тастап кеттіңдер? Неге өздеріңмен ертіп жүрмедіңдер? Сендермен бірге келсе, осы үйден құлынымды таппас бедім. Ол еңкілдеп жылағанда, балалардың туыстары да түгел көздеріне жас алды. Бірі, Құдай жазып, дәм тартса, әлақ кездесесіңдер. Балалығы ғой, әйтпесе, бірінен бірі бөлініп қалама. Құдай-ау, үшеуі бірдей келсе, ата-анасын таппай, іздестірмей, үйден шығармас едік қой. Бекен мен Секен де жылап тұр екен. Зейнолла олардың маңдайларынан сүйіп, қайтып жеттіңдер. Жол жөнекей өзі ештеңе айтты ма? Деді. Айтты. Өзінің шәуешекте жалғыз қалғанын, туған туыстардың көпшілігінің бер жаққа өтіп кеткенін айтты. Біздің ел жаққа жаяу болса да кетеміз деген сөзімізді қолдап, өзі де ілесті. Түсіме тәтем көп кіреді деп айтып отыратын. Үстіміздегі киімнен біреулер сезіктеніп қалама деп, оларды шөпке тастап, өзім кетіп едім. Қайдан білейін, қазақ арасы ғой деп сеніп, біреулерге қашып келгенімізді айтып қойды ма, кім білсін. Әкетіп бара жатқанда не ойлады екенсің? Өзегіңді өкініш өртеп, соңыңа жалтақтап қарай бердің бе? Бекен мен Секеннен айырылып қалғаныңа өкіндің бе? Қазақ баласы ғой деп, адалдығыңмен, балалығыңмен сеніп қалғаныңды білгенде, жер тырналап жыладың бекенсің. Ешбір жан баласына
сенім артпастай жараланып үлгердің бе? Сыртқа шыққан жасыңды ішіңе жұтып өтесің бе екен, мағашым? Иен даланы дүбірге бөлеп, бірінің басы қосылып, қауышып мәз болып жатса, енді бірі туғанынан адасып, қайғы жұтып, көш сапарымен ілесе берген. Бірақ бұл көшті соңғы көш, ақырғы көш деп ойламаған. Соңында қалған бауырын мәңгілікке қалды, көріспеуге жазды, тағдыр адастырды деген ойға жорымаған. Үміт оты жылтырап, әдемі шуақ шашатын. Үлкен көш алда. Үлкен көште басымыз қосылып, Қытайдағы қазақ баласы ата мекенге 4 түлігі түгел жетеді. Ата-баба аруағы қолдап, шашыраған қазақтың басы бірігетін күн туады деген. Мағи жүрегі шаншыған сайын кеудесін басып, күрсініп дем алады. Бұл жолы тағы да өз ойымен өзі алысып, әлек болып отыр. 30 жыл өтсе де арманыңның басын бұлт шалмайды екен. Енді көш атаулы болмайды. Тағдырдың маңдайына салғаны осы. Үйіңдегі күйеуің мен бауырыңдағы баладан басқа қуанышты аңсама. Әке шешем, туысым, туғаным дейсің. Өзің де біреуге шеше болдың емес пе? Қыз жат жұрттық деген. Рас, бірақ сен аңсаған, сен көксеген сол арман саған не көрсетпеді? Есіңе түсірші есіңе. Жоқ, атама. Мағи сәруар көзін тас қылып жұмып қалып еді. Миы шың етіп, шаншып бас айналды. Несіне есіме аламын? Не көрмедім? Не көрсетпеді маған? Бірақ мен соларды елжіреп сағынамын да тұрамын. Білесің бе? Көзі бұлдырап, тұманданып барады. Мақаншыға азып, ашып, шаршап шалдығып барғаны. Мая шөптің етегіне барып, армансыз, алаңсыз ұйықтағаны. Сол баяғы опасыз қарауыл шалдың бейнесі. Сосын өзінің сыйдиған электр бағанасын құшақтап алып, айнала бергені. Амалсыздан кемсеңдеп, жәудіреп, жаутаңдап жылағаны көз алдына келді. Шекараға алып келіп, жас Қытай жігітіне тапсырғандары. Сондағы алғаш Қытай түрмесіне түскені ап-анық елестеді. Қойшы, есіме түспегені жақсы, деді. Жоқ, есіңе түсір. Түрмедегіңді, Қытай түрмесінің азабын ұмыттың ба? Ол азапты мен өзім таңдап алғанмын. Иә, өзім. Мақаншыдан қайтарып жібергенді-ақ мені қуанып қарсы алды деймісің? Күдіктеніп, қиғаштай қарап отырмады ма? Менің әкем мен шешемді көре алмай, құсадан жылағаныма сенді деймісің? Советтің жансызысың. Мұндағы қазақтарды көтеру үшін әдейі сені жіберіп отыр. Бұны насихат жүргізу үшін жіберді, деп сенбеді емес пе? Маған не көрсетпеді? Ұрып соққаны ғой, жаныма батқаны. 15 жасымнан бастап 8 жыл бойы Қытай түрмесінің азабын көрдім. Сонда да ата мекенге табаным бір тиіп, ата-анамды қасіреттен бір құтқарып, тірідей көздеріне көрсем деймін. Тағдырдың азабын, Қытайдың қорлығын бір қазақ көрсе, мендей-ақ көрер. Әсіресе табанымды қан жоса қылып, тірідей тіліп, ал Советке бар, Қытайдан қаш, неге қашпайсың енді, деп жаныма біз сұққандай сорлатпады ма? Сонда да жылап тұрып, еңіреп тұрып, атаңа нәлет, қазақ шал, тірі жүрсең, тіршілігіңде оң ба, өлсең, көріңде өкіргір. Танымайтын адамға жамандық жасағанды қай атадан көріп ең? Қазақтың киесі атқыр, қара шал демеппін бе? Мағи таусылып күрсінді. Қойшы, өткенді еске түсірмеші. Онан да ұлы көштің керуенін елестетейікші. Ұлы көш, керуен көштің соңы. Мұңлық пен зарлықтың күні туған, маңдайы жарқырап, қабағы ашылған ұлы көшті көз алдымызға әкелейікші. Өз ойынан өзі әлсіреп, Мағи көзін жұмды. Керіліп,
тізбек болып, көз ұшында ұлы көш ата мекенге бет бұрыпты. Дариға-ай, мұң да жоқ, қайғы да жоқ. Көш соңы ұзап барады, алыстап барады. Бұрынғыдай сыңсып, соңына қарап, ешкімге мұңаймайды. Ата мекенге жақындап келеді. Жақындаған сайын өзегі ашып, кеңсірігі бітіп, анасының ақ басқан самайынан сүйіп, әжімі мол маңдайына өз маңдайын түйістіріп, еркелеп, иіскеп тұрғысы келді. Жасы жетіп ұлғайса да, анасының бауырына тығылып, бешпетінің түймесін ағытып жіберіп, басын сұғып, солып қалған омырауын иіскелеп, сағынышын басқысы келеді. Шіркін-ай, армансыз бір құшақтап, мауқым басып, көрген азабын ешкімге әлі айтпаған, тағдырының қорлығын сыр етіп, анасына, жан анасына шерткісі келеді.